Бүгінгі видеода омикрон дегеніміз не, және омикронның симптомдары, және де өмірге қаншалықты қауіпті, осы сұрақтарға видеодан жауап алатын боласыздар. Осындай маңызды ақпаратты жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер. Барлық достарыңыз білуі тиіс. Омикрон дегеніміз не? Бұл коронавирустың бір түрі, жаңадан шыққан вирус. Белгілері қандай? Қарапайым грипп сияқты тамақ ауырып қырылдайды, құрғақ жөтел, мұрын бітелуі, түшкіру, температура көтеріледі, бас ауырады, денеде шаршағандық пайда болады, тәбеттің болмауы, тамақ ауруы, тону, қалтырау, сирек жағдайда іш өту, құсу, гастрит сияқты синдромдар болуы мүмкін. Бұл вирустың дельтадан айырмашылығы қандай? Омикрон кезінде иіс сезу, дәм сезу бұзылмайды екен. Көп жағдайда 100% емес, бірақ көбіне бұзылмайды екен. Омикрон кезінде инкубациялық кезең өте тез. Мысалға, дельта штамп кезінде бүгін жұқтырса, инфекцияны 2 аптадан кейін ауырады екен. Ал омикронда бүгін жұқтырса, 3 күннен кейін ауыра бастайды екен. Келесі, омикрон кезінде өкпе ауырмайды екен. Қалыпты жағдайда болады екен. Әлемдік ғалымдардың айтуы бойынша бұл омикронның келгенінде пайдасы бар сияқты. Өйткені бұрынғы дельтаны ығыстырып, ол деген тұмау сияқты өзімен өзі кетіп қалуы мүмкін. Әлем наконец-то коронавирустан құтылуы мүмкін деген тұжырым бар. Әрине ол болжам, бірақ сол кезге дейін жеткісе екен деп тілейік достар. Енді менің ойымша бұл вирус түрі жеңіл, алдыңғы вирусқа қарағанда тез жеңілдеу өтіп кетуі мүмкін. Енді алдымызда не күтіп тұрғанын бір Алла біледі. Бұның симптомдарын барлығы кәдімгі грипптің симптомдарына ұқсайды, байқасаңыздар. Қорытындылай келе, біздер не істеуіміз керек? Дұрыс тамақтанып, спортпен айналысып, иммунитетімізді көтеріп, уақытылы ұйықтап, уақытылы тұруымыз керек. Және де сақтық шараларында ұмытпауымыз керек. Видео пайдалы болды деп ойласаңыз, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп, каналыма тіркеліп, және де лайк басып, және колокольчикті басып қойсаңыздар, келесі видеомды бірінші болып көресіздер. Барлықтарыңызға мықты денсаулық тілеймін. Қазақ елі, Қазақстан аман болсын, еліміз тыныш болсын.